естественный түріңіз, шынайы түріңіз өзіңізге ұнайды, бірақ кейбір әйелдерде сіз ұнайды деп өзіңізді сендіресіз, получается. Потому что ерінеміз. Потому что, мен мысалы ерінем. Барып жатып 2-3 сағат кірпік жасатуға иногда ерініп қалам. Бала бар, үйдің түрлігі, жаңа қаражат болсын деген сияқты. И әйел адамдар естественный түрім менің әдемірек. Я за естественность деп өзімізді сендіреміз. Сенгіміз келмесе де соған сендіреміз. Потом қараймыз да ухоженный қыздарға қарап аузымыз ашылып отырады жаңа. Енді кірпік жасатып алған, қаш жасатып алған, пәлен бір әдемі бір белгілі бір нормамен жасаса әдемі болып тұрады ғой. Оказывается, просто біз өзімізді алдаймыз. И действительно, мен үшін мен өзімді алдаймын. Маған действительно ұнайды кірпік жасатқан, қаш жасатқан, ерін жасатқан маған ұнайды. И знаете, что я говорила тебе до замужества? Ой, я всегда буду чекулей, я всегда буду следить за собой, ухаживать за собой. Қазір олай емес. Тұрмысқа шыққаныма вот бір жыл ғана, бір жылдың өзінде мен көп дүние жасатуға мен жаман еріншек болып қалдым. И мені біреу желкенен, ей, бар, істет, жасат демесе, мен жасатпайтын түрім бар. И кейбіреулер былай айтқан, тиетін байыма тидім ғой деп. Нет, қыздар, все, забудьте про это. Любой адам, тем более сіздің жолдасыңыз, көзбен жақсы көреді. Еркектердің барлығы, даже біз көзбен жақсы көреміз. Даже біз әдемі қыз кетіп баратсақ, деп. Мен өзім сондай, мен өзім қыздарға қарап қалам, глазым ашылып, блин, какая она классная, крутая деп көре алмай кетемін. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Келесі стористарды жіберіп алмай көріңіздер, себебі ол жақта сізге керекті пайдалы ақпарат бар. Қазір айтатын боламын. Мен салоннан шықтым. Жаңа осы жаққа келе жатқан жолда жан-жағына қарасан, барлық жерде заведениялар, түрлі магазиндер, салон красоты, оның бәрі былай қарап тұрсаң бизнес қой. Сол бизнесті ары қарай жүргізу, ақша табу, сол бизнесқа ақша алып келу сияқты істермен негізі басты айналысатын адам ол SMM маманы. Бізде Қазақстанда қазір шынымды айтсам бар ғой, менің өзім SMM маманы табудан кішкене қиналып қалам. Сол жайлы менде бір жақсы ақпарат бар. Негізі жалпы алғанда Қазақстанда бізде Instagram арқылы SMM мамандары кем дегенде 300 мыңнан 500 мыңға дейін жақсы табыс табады. Менен сіздерге бір кеңес, осы SMM мамандығын тезірек үйреніп алып, қолға алсаңыздар болады. Осыған, осы блогты жүргізбестен бұрын, даже менің өзім қатты қызыққанмын, SMM мамандығын оқығым келіп, осылай дамығым келетін. Негізі жас талғамайтын жақсы жұмыстардың бірі, қолыңызда телефон болса болды. Және де достар, мен сіздерге прям жаңа айтып кеттім ғой, пайдалы ақпарат деп айтып отқаным, өте керемет Қазақстандағы ең мықты SMM мамандарын оқытатын курс таптым. Соңыттың қалайсыздар, қайырлы кеш үшін. Мынау ақылы сымақ әйелдер қауымы ажырас үйт-бүйт деп жазып жатқан еркектер, мынау қатындар өздерінің саналарын сәл аздау болса, тупой лау болсаңдар, бля, мен қатыны жазып мазасын алмаңдар, зайым. Өз семьям өзім жауап берем. Үйтіп мен уламай-ақ қойыңдар, хорошо? Айбалы болдыңдар ғой, бля, ажырасып кет, бала жоқ кезде үйтіп кет, бүйтіп кет, осындай сендердің кесірлерінен, бля, ұрыс керістің бәрі. Миын улап. Неменеге үйтіп айтып отырсың, сен сол адамға айт, анау деп жазатындар бар енді, қазір араларында біліп отырмын. Просто мынандай нәрселер оқып қалдым, қазір Диананың телефонынан. Бала жоқ кезде ажырасып кетсеңдерші. Өзіңе қара, шетелге кетіп қал, басқа нәрсе. Тағы не, бля? Сосын жігіттер, бля, көттерін қыссаңдаршы, болмаса маған шындар связка. Қыз сырттан таба алмасаңдар, біреудің қатына жазу ұялмайсыңдар ма? Сендер сообщениені ашып, жауап беру ондай болмаған, просто нахуй жазып отырсың, мен түсінбедім. Извините, конечно, замат это такое выражение, да? Просто адамда нервно тиеді екен, не байды. Маған былай жазып жүрген адамдар, басқаша жазып жүрді. Ажырасып кет, үйтіп кет, сен сүймейді, сен үйтпейді деп. Мен ғой үйленген. Мен өз тағдырымда шешесі, махаббатым болса, тықпайтын жерім ортаға. Жақсы көргеннен кейін өзім үйлендім, өзім ұсынса өзім істедім. Дальше өзім жауап беремін, араласпаңдар. Өйтіп жатсын деп айтатындар, просто жақын араласатын жақсы бір досым бар, 3 жылдан бері білесіздер, жақында жүрген бауырым. Ол да сол қызмен ұрыспаса, жанымызда жүрген бір мал да, ол да жазғандай, короче. Сөз егесін табады, сторис көргенді түсініп отырады ол ше. Еркек емес, иесісін бар ғой.
сендей адам, сендей баламен, сендей адамдармен араласу керек емес. Сен сияқты малдар білмеймін қаяқтан шығатынын ше. Жаныңда жүріп арқаңда пышақ тығатындар көт үстінде, короче, бір сөз айтқан кезде. Ренжімеңдер енді бұлай ашумен айтып отқан. Просто бля, қандай жерден тәрбиелі болсаң да один ішінен шығады ғой жаман сөздер. Так что не обессудь ол сөз емес. А так осындай еркек емес ездерден абай болыңдар. Малдар араларында жүреді осылай. Потом осындай жазады. Сволочь.